Алдымен маған сеніңіз. Сізде болған барлық сәтсіздіктер ең алдымен сіздің ойыңызда ғана болады. Егер сіз оларға дұрыс көзқарасты қалыптастыра алсаңыз, кез келген қиындықтар, көңілсіздіктер мен сілкіністерді бастан өткізуіңіз мүмкін. Міне, сол үшін сізге әлемге дана көзқараспен қарауға көмектесетін 5 қағиданы ұсынамын. Бірінші қағида. Бұл дегеніміз, егер сіз жағдайды бұрынғыдай қабылдай алмасаңыз, бұл сіздің қайғы қасіретіңіздің тамыры екенін біліңіз. Өзгерте алмайтын нәрсені қолдауды үйреніңіз. Сонда сіз күшіңізді мақсатты психикалық азапқа жұмсай аласыз, және сіз анық ойлай аласыз. Сонымен қатар, таң қалдыратын факт, сіз шын жүректен жағдайды қалай жасасаңыз, бәрі толығымен орындалады. Екінші қағида. Сәтсіздік. Бұл бір жай ғана өткінші дүние секілді. Бірде Томас Эдисон: мен жарық беретін шамды ойлап табуда сәтсіздікке ұшыраған жоқпын. Мен оның жұмыс істей алмайтын 99 әдісін таптым. Міне сол себепті сәтсіздікті әрқашанда күлімсіреп қабылдау қажет. Үшінші қағида. Қорқыныш. Бұл жай ғана елес. Сіз көп нәрсені үйрететін нәрседен қатты қорқатыныңызға байланысты қорқынышыңызды түсіну және оны жеңу қиын болады. Және ақымақ адам секілді қорқынышсыз көріну адамды өз бетінше жұмыс істеуге және үйренуге мәжбүр етеді. Ал жалғыз қалу болса, қорқынышты мейірімділікке қалыптастырады. Бір сөзбен айтқанда, қорқынышыңызды қадағалаңыз және оны сізге ұтымды етіңіз. Төртінші қағида. Өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз. Өзіңізді сенімі жағынан жақсырақ деп ойлайтын адамдармен салыстыруды доғарыңыз. Әркімнің ренжуге себебі бар. Өзіңізді біреумен салыстыру, өзіңізді бағаламау деген сөз. Бесінші қағида. Өзіңіз қалаған дүниелердің бәрі өзгереді, бәрі өтеді. Үздіксіз қозғалыста қиын жағдайда өзіңізді жұбату, уақыт өте өтеді. Барында бар жақсылықты тез бағала, және жаманның да ерте ме кеш пе кететінін біл. Міне, саған ұсынылған осы 5 қағиданы ойлап шешім қабылда. Және арнада кеңес беретін және уақытты босқа өткізбейтін бейнелер көбірек шығады. Және тағы да айта кетерім, біз 1000 жазылушыға жетуге өте аз ғана жазылушылар қалды. Бейнені бағалап, пікір қалдырыңыздар және жазылып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.